Allahu akbar, Allahu akbar. Міне, ей пайғамбар, сөзсіз бұл Құранды сенің жүрегіңе жинап беру, жадыңа сақтап беру, сондай-ақ оның оқуын да үйрету, ол біздің міндетіміз дейді. Фаиза қаранаху, қашан біз саған оны оқысақ, яғни қашан саған оны Жибрейіл Раббысының бұйрығымен оқыса, уахи басталды, пайғамбарымызға аят оқылып жатыр. Сол оқылып жатқан кезде қараңыздар, бұйрығы ата фәттәбиға, ілесіп тұр. Мынаны самық, түсіндіңіздер ме? Өйткені Ибн Аббас айтады, фәттәбиға деген сөз, ілесіп тұр деген сөздің мағынасында фәстәмиға уә ансит деген бұйрық жатыр дейді ол кісі. Яғни мән беріп тыңда. Құлақпен жүрек түгел нәрсе. Бәрі мән беріп тыңдада уә ансит, тыныштал. Осыған үйі. Соны тыңда дейді. Фәттәби Құр'аны. Қалай Жибрейіл оқып жатыр оны. Сол оқылымды тыңда. Соған ілесіп тұр. Құлағың, естуің мән беріп. Сөйтіп жаңағы естіп тұрады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сосын Жибрейіл кетіп қалған кезде дейді Ибн Аббас айтады. Сөйтіп Жибрейіл уахида тоқтатып кетіп қалған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оқып бастайды дейді жаңағыны. Оқыса, өзіне Раббысы уәде еткендей, біздің міндетіміз деп. Раббысы өзіне уәде еткендей дейді, оқып кетіп жатыр дейді. Оқыла береді. Ешқандай кідіріс, шалыныс, қате, ештеңке жоқ. Түп-түзу, айна қатесіз, қараңыздар. Бұл Жибрейілдің жұмысы. Ол да оңай жұмыс емес ол. Мына біліммен Алла Тағала күшті байланыстырған екен. Мұндайды көрдіңіздер ме? Өткенде Нәжім сүресін өттік қой, естеріңізде. Алламаху шадидул қуа деген аят. Күшті қуаттың иесі үйретті дейді Жибрейілді, қараңыз. Ол қуатпен үйретілетін нәрсе екен ғой. Өйткені Құран білім, басқа нәрселер де білімдер. Басқа дүниеви білімдер де бар. Бірақ Құран деген бұл хақ білімді, хақ білімді күштілікпен үйрету керек. Неге? Өйткені ол берілген кезде оны күштілеп ұстау керек. Яхияға кезінде Атала кітапты берген кезде, я Яхия, хузил китаба биқуа. Қараңыздаршы, Атаға қалай берді. Ей Яхия, ұста мына кітапты мықтылап дейді. Мықтылап ұста дейді мынаны. Неге? Бұл хақ қой. Әлемдердің Раббысының сөзі сіздің үйіңізде тұр. Өзіңіз ойлаңызшы, бұдан асқан авторитет бар ма? Біз соны түсіну керекпіз да, біздің жүрегіміз соны да түсіне алмай жатыр оны. Қараңыз. Әлемдердің Раббысының сөзі сіздің үйде тұр. Қараңыз, қандай дәреже сізге беріп қойған Алла Тағала. Жүрек ұқпай жатыр соны. Ана жүрек басқа бір нәрселермен алаңдап үйренген, соны түсінбей жатыр ол әлі. Үйінде кітаптың қандай қадірлі кітап тұрғанын білмей жатыр да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Яджиу яумал қиямати әл-Құрану ялқа сахибаху. Қиямет күні Құран дейді. Құран өзін оқыған адаммен, өзін оқып амал жасаған адамға жолығады дейді. Хина яншаққу ан қабрихи. Қабірінен шыққан бетте алдына келіп жолығады дейді. Фаяқулу атарифуни, сен мені танисың ба дейді екен. Қала ма арифук. Өйткені біз мынандай нәрсені ғана көргенбіз ғой. Бұл сондай бір бүйтіп әбден мына Құранды қайта-қайта аша бергеннен бір уқаланып қалатын түрі болады ғой. Сондай бейнеде келіп тұр дейді. Риза болып тұр, түсінесіз бе? Сонда жаңағы айтады, мен сені танымадым дейді. Ана сахибукул Құран деп айтады екен. Мен сенің серігің Құранмын ғой. Сен өмір бойы мені құшақтап жүрушен ғой, есіңде ме? Оқып, мен сенің досың, серігіңмін, Құранмын. Қараңыз. Азматука фи нахарика. Есіңде ме, күндіздері саған ораза ұстатушы едім ғой мен. Қарашы қалай несін не айтып отырды. Ва асхарту лейлака. Есіңде ме, түнде ұйқыдан тұрғызып алушым ғой сені. Міне Құранның байланысын қараңыз. Қай нәрсені айтып отыр Құранда? Факуллу тажрин мин вараи тижаратихи. Бүгін дейді, қабірден барлығы тұрып жатыр ғой дейді. Әркім қазір өз саудасының артынан кетеді дейді. Қараңыздар. Әркім өз саудасының артынан кетеді. Мысалы. Ал сен білесің ба дейді. Ва иннака лияума мин вараи кулли тижара. Бүгін сен бүкіл саудалардың артынан ересің дейді.
Намаз деген сауда. Қараңыз, Алла Тағала қияметке қалай істеп қойған аны. Басқа капиталдар бітті көмектеспейді. Намазың қияметке, ақыретке сауда екен ол. Көрдіңіз бе? Үлкен табыс. Намазың, оразаң, зекетің, ана көршіге қарайласуың, анаңды ешқашан туф демей сыйлауың, әділ болуың, жақсылық жасай беруің, садақа беруің, Құран оқуың. Бәленбай, сен бүгін бүкіл деп жатыр, қараңыздар. Жаңағы күллі тижара, күллі саудалардың соңынан ересің дейді сен. Өйткені сен менің серігім болғансың дейді. Мен саған жағдайды жасауыма көмектесем дейді бүгін. Бұл керемет нәрсе екен бұл. Бұл Құран келіп, жаңа пайғамбар саллаллаху айтқандай, Әл-Құрану шафиғун мушаффа дейді. Раббысының құзырында шапағат етеді дейді ол, қараңыз. Болсақ дейді жаңа құлға. Көрдіңіз бе? Жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, сосын ол болысқан кезде қиямет күні әрбір болысушының болысуы қабыл етіле бермейді. Ал бұл Құрандыкін пайғамбар саллаллаху не деп жатыр, қараңыз. Әш-шафиғу мушаффа. Бұл шапағат етеді де, бұның шапағаты қабыл етіледі дейді. Екінші нәрсесін қараңыз. Махилун, мен куәмін деп қоймайды дейді ол. Мусаддақун, мен куәмін деген кезде оның сөзі расталады дейді куәсі. Бұл не деген биіктік та бұл, қандай керемет. Міне сондықтан, ей үмбетім деп жатыр пайғамбар саллаллаху мән жаалаху амамаху, кімде кім осы Құранды өмірінде алдына қойып осылай жүрсе, саудамен жұмыс істеп жатқан кезде саудаң осыған сай болса, әйелімен қарым-қатынасың осыған болса, бала тәрбиесінде осыған сай келіп жатса, көршіңмен қарым-қатынасың сай келіп жатса, намазың, бауырыңмен, әр нәрсе кім осылай жүріп өтсе дейді, қодаху иләл жанна. Бұл Құран осы бетте оны жәннат қалып барады дейді. Ва мән жаалаху холфаху дейді. Қараңыздаршы. Ал кімде кім оны, қоя тұрайықшы. Бұл жерде шаруалар бар әлі істеп болатын. Артқа қойса, ол арттан қараңыз, қандай сөз пайдаланған. Сақоху, айдап апара жатыр дейді оны. Қайда? Иленнар, тозаққа дейді. Айтып тұр, бұл хақ. Бұл хақты алдыңа қойсаң, сенен беделді адам жоқ. Алла Тағаланың алдында беделің зор болады да. Соқтан әрдайым бір істі істейтін кезіңізде, әрдайым бір қарым-қатынаста, мәміледе мына жаққа қарап алу керексіз. Қалай істесең, Раббым риза болады. Осы нәрсе сіздің ойыңыз болу керек. Мына кітап сол үшін түскен. Біз бұны өздерің еске алып отырулары үшін жеңілдетіп қойдық дейді. Хәл мин муддакир, тек ұғынатын құлақ болса болды дейді бұған. Ұғынғым кеп тұр. Пайдалы нәрсе керек болып тұр деген адам болса болды дейді. Дайын тұр дейді бәрі асылы. Сондықтан жаңағы кітап, жаңағы Құран шапағат еткен кезде юъта әл-мулку бияминихи, зор қылып айтып жатыр пайғамбар саллаллаху ва юъта әл-хулду бишималихи, оң қолына патшалығының билігі беріледі дейді. Жәннат қарас. Сол қолына мәңгілік беріледі дейді. Яғни мәңгі жәннат беріледі деген ғой. Сумма юқалу, сосын айтады дейді оған. Иқра, оқыш Құранды деп. Қияметте де, қараңыздаршы. Ана кісінің дүниеде оқығаны сондай Алла Тағала риза болған екен, ақыретте де оқы деп айтады екен. Вараттил, кама кунта тураттилу фид дуния. Дүниеде мәнерлеп оқып тұрушан ғой. Кәне солай оқыш деп. Сөйтіп оқып баратқан кезде көтеріліп бара жатыр дейді жаңағы адам. Фаинна манзилатака инда ахири аятин мака. Сенің дәрежең, сенің жадыңда сақталған ең соңғы аятыңның қасында тоқтайды дейді. Сол оқып баратқан кезіңде, қараңыздар, ва тузаду бикулли аятин хасана. Тағы бір жақсылықтардан әрбір аятың үшін бір жақсылықты қоса берем дейді қазір. Бұл Құранның беретін нәрсесі. Ақыреттің байлығы керек па? Құран ғана бере алады оны. Ақыреттің байлығын тек осы Аллах Тағаланың кітабы ғана бере алады. Бізге байлықты түсірген, баға жетпес нәрсені түсірген.